Мына жаңа конституциямызды дәл мына қалпында қабылдай алмаймыз енді. Кешіресіздер бар ғой, ренжімеңіздер, көкелер, тәтелер, комиссия мүшелері, енді өтініш сіздерден ана мобилограф жігіт тапып тастайсаңыздар, енді оның арасына ең мықты деген мамандар, өзі білікті, тәжірибелі саясаттанушылар, заңгерлер әсіресе қайтадан отырып, қайтадан қарасын, бұны қайтарайық болды. Бұл жаңағы күйде конституцияны қабылдау мүмкін емес. Көптеген енді келіспейтін тұстары бар, әсіресе мынау қазақ тілінің мәртебесі. Мен ақыры деймін, ақыры осы момент пайдаланайық. Бір рет өзгертіліп жатыр, енді күнде өзгерте бермейді ғой. Енді ата заңымыз қасиетті кітап, үтір нүктесіне дейін 100 рет ойланып сосын қабылдайық. Қараңыз, менде ұсыныс мынандай: қазақ тілінің мәртебесін неге сол жоғарыға ең баста қойып қоймаймыз? Мемлекеттік тіл қазақ тілі болды, нүкте. Ешқандай ол жерде жаңағы басқа тілдерді қосып, орыс тілі ресми тіл болады, анау мынау, оны жаңағы басқа жерге жаза беріңіз. Конституцияға оны жазудың қажеті жоқ. Енді көп ұлтты еліміз түсінікті. Басқа ұлттардың тілдерін оқытуға, үйретуге, тағы басқаға мемлекет жаңағыдай қолдау көрсетеді деген, оны да қосуға болады. Ал енді жаңағыдай ресми тіл ретінде қазақ тілімен тең орыс тілі қолданылады деген енді қате ғой бұл. Енді қате, кәдімгі барып тұрған қате. Қалай ол тең болады? Енді мемлекеттік тіл қазақ тілі болғаннан кейін орыс тілі тең дегеннен кейін, демек орыс тілде мемлекеттік тіл болып тұр ғой, сонымен тепе-тең болып тұр ғой. Көрдіңіз бе, осыған наразы ғой халық. Енді өзі мемлекет, жаңа үкімет бізге осылай ұсынып жатыр, текстті көрсетіп жатыр. Міне қараңыздар, қалай, келісесіздер ма, келіспейсіздер ма деп. Біз айтып жатыр, келіспейміз, мынаны қарау керек. Комиссия мүшелерін тағы бір өзгертіп, ішіне бір жақсы білікті мамандарды қосу керек та, қайтадан мынау жаңағы тексттің бәрін өзгертіп шығу керек. Ешқандай асығыс жоқ, уақыт жетеді бізде. Құда қаласа бәрі жақсы болады деп ойлаймын, достар. Сосын мынау жаңағы мықты деген блогерлер, танымал жұлдыздар енді көбісі үнсіз отыр. Енді әсіресе менің бір қынжылғаным Нұрлан ағамыз, Нұрлан Қоянбаев, нағыз патриот. Міне осы жерде Трецтің старостасы дейді, оны көбісі күліп жатыр. Осы жерде сөйлейтін жері ғой, неге үнсіз деген. Енді мен де келсем, я неге үнсіз, неге сөйлемей жатыр? Серік Ибрагимов бірақ шығыпты, енді нағыз азамат, молодец, жарады. Өз жаңа қазақ тілінің жанашыры ретінде жан-жақты қолдап жатыр. Сол себепті Серік молодец, жарайсың. Міне осындай жаңағы барлығы атсалысып, халық болып пікір таласып, комментарияға жазыңыздар ұсыныстарыңызды, Еговқа кіріп ұсыныстарыңызды ол жерге де беріңіздер. Барлығы ашық, достар. Ешкімнің бұл жерде ұялудың, қорқудың қажеті жоқ. Арандатушыларға сенбеңіздер. Әсіресе көп блогерлер мен естіп көріп қалатырмын. Жаңағы дезинформация таратып жатыр, тағы басқа бір өзгертіп, бір басқашағы бір-бірімен жаңағыдай шағыстырып деген, ондайға да сенбеңіздер. Кәдімгідей текстті алыңыз да оқып шығыңыз. Мен мысалы өз басым оқып шықтым, көріп шықтым, үтір нүктесіне дейін өз көзіммен кәдімгідей көз жеткіздім. Сосын барып міне мына видеоны салып жатырмын. Бұған дейін мен бірде-бір видео салған жоқ едім, достар. Сол себепті аман болайық, сау болайық. Сіздермен болған ақпарат атаман Айғали Тойжан, той думан жан аманда жолығайық, достар. Ассалаумағалейкум. Ата заңымыздың өзгертілген нұсқасын халықтың талқылауына ұсынылды. Жалпы кешелі бері халық талқылап жатыр. Енді шынында да ең ішіндегі актуальный дейді, былайша айтқанда халықтың көп талқылап жатқаны тіл туралы 9-шы баптың 2-ші тармағы. Енді шынында да қазақ тілінің 30 жылдан бері босағадан сығалап тұрғанына кез келген қазақтың жаны ауырып, жаны ашитыны анық. Сол үшін осындай бір орайда шынында да қазақ тілдің мемлекеттік тілдің мәртебесін анықтап алу керек деп жатыр. Мемлекеттік басшыға, президентке үндеу жасап жатыр. Енді шынында да осындай кезде айтпаған қазақ тілі туралы қай кезде айтасың? Абылайдың асына шаппағанда атаңның басына шабасың ба депті ғой. Бірақ сол айтпақшы, қазіргі осындай конституцияны қабылдайтын кезде әрбір қазақ тілді қазақ айтпағанда кім айтады? Шынында да бұл халықтың, былайша айтқанда, Қазақстан Республикасының азаматының жан айқайы деп білуге болады. Ал енді осындай кезде айтпай бұғып қалған жаңағы, мен таңғалам, осы күнге дейін қазақтың жаршысы болып, осы кісілердің қолынан бірдеме келеді ау, бұл қазақтың шынайы жанашыры, тілдің жанашыры деп жүрген біздің депутаттар қайда? Маскасы шешіліп қалды ма? Не болды бұлар? Шешуші кезде, заң шығаратын кезде, осындай кезде айқайламай мінбеден қай кезде айтады бұлар? Бұлар неге өзінің ұсынысын, неге өзінің нұсқасын, өзінің вариантын ұсынып көрмейді? Өстісек қайтеді. Негізі бұл талқылаудан өту керек қой. Содан кейін піскен дүниені қабылдау керек. Шында да бір жақты пікір, шында да ол чикі болатын анық. Сол үшін біздегі анау мүйізі қарағайдай осы күнге дейін қазағым, елім, тілім, жаным деп жүрген жаңағы депутаттар қайда? Нағып үні шықпай қалды бұлардың. Мені шында да мазалайтын осы. Неге солардан бір ауыз сөз естімейміз? Солар неге өзінің заң шығарушы, былайша айтқанда мемлекеттің бір тұтқасы ғой, заң шығарушы билік қой. Енді неге сол заңға өзінің ұсыныстарын енгізбейді? Мені таң қалдыратын осы. Сол үшін мына қазақ тілді аудитория, қазақ мемлекетінің құраушы ұлт ретінде айтарымыз, енді орыс тіліне ешкімнің қарсылығы жоқ. Орыс тілі Қазақстанда 100% өзінің тұғырында, мінбесінде маңдайын жарқыратып отыр.
Ал енді соған қазақ тілінің мәртебесін есіктен сырғалатпай, сол орыс тілінің деңгейіне жеткізу керек. Талап қою керек. Талап конституцияға жазылу керек. Шынында да қазақ тілі туралы арнайы бап, арнайы талап керек. Сонда қазақ тілінің былайша айтқанда біз өсіріп отырған бала шағаның болашағында қай тілде сөйлейтініне біз көзіміз жету керек. Сол үшін қазақ тілі міндетті түрде талап етіледі деп конституцияға жазу керек. Құрметті қазақ елі, конституциямыздың 84% өзгеріске ұшырап жатыр. Сіздер ештеңе уайымдамаңыздар, бәрі жақсы, бәрі дұрыс, үндемеңдер, үйде отырыңдар. Оның ішінде барлық заңнамаға өзгеріс енгізіп жатыр. Тек қазақ тілін бұрынғыша орыс тілімен тең қылып қалдырамыз. Ештеңе уайымдамаңыздар, көшеге шығып кетіп жүрмеңіздер. Главный бәрі нормально, главный соғыс болып жатқан жоқ, елімізде тып-тыныш, соған шүкіршілік етіңдер. Елімізде соңғы кезде адамдар бір-бірін пышақтау фактілері өте сиреп, өте көбейіп кетті. Ештеңе уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Ол просто так адамдар бір-бірін пышақтап жатыр. Үкіметтің ешқандай қатысы жоқ. Бізде бұрын енді бір президент болды, енді екі президент болайын деп жатыр. Ол неге десеңдер, ол солай керек. Себебін айтпаймыз, сендер ештеңе уайымдамаңдар. Бізден ешқандай ештеңе сұрамаңыздар. Главный, елде тыныш, егемендігіміз бар. 35 жыл болды, тәуелсіз мемлекетпіз. Ештеңе уайымдамаңыздар. 26 жылдың қаңтарынан бастап елде тағы қымбатшылық болды. Жылдағыдай пенсияға 5000 теңге қосылды. Продуктіге 10-15-20% қосылды. Ештеңе уайымдамаңыздар. Барлығы жақсы. Сұрақ қоймаңыздар, тып-тыныш үйде отыра беріңіздер. Бізді халық сайлады деп, сайланып депутат болып алған, ел арасынан шықты деп, ел таңдады деген депутаттарымыз үн-түнсіз осындай өзгерісте отыр. Ештеңе уайымдамаңыздар. Олар просто так үндемей отқан жоқ. Олар просто так үндемей отыр. Доллардың бағамы биыл жылдың басында тыныш өзгеріске ұшыраған жоқ. Бірақ доллардың бағамы көтерілуі мүмкін. Ол үкіметтің кесірінен емес, ол өзімен өзі солай өседі дейді доллар. Оған Қазақстанның қатысы жоқ. Ол доллар өзімен өзі өседі деп жатыр. Ештеңе уайымдамаңыздар. Главный, без паники, тып-тыныш отырыңыздар. Конституцияның жаңа өзгерістерінің ішіне Алатау облысына қатысты бөлек реформалар болады ішінде. Сондықтан ештеңе уайымдамаңыздар. Оның ішіне тек қана Қытай инвесторлары кіреді, шетел инвесторлары кіреді. Оларда бөлек құқық болады. Ештеңе уайымдамаңыздар, бірақ ешкім бізге тиісейін деп жатқан жоқ. Ол Қытайларды біз жақсы көруіміз керек. Бұрын жек көрдік, қазір жақсы көруіміз керек. Уайымдамаңыздар.